14 жасқа толған балаларға арналған. Досым, тыңда. Қарақат сенің көздерің, балдай тәтті сөздерің. Ғашық болдым бір көріп, өзіңдей болар өзге кім. Еріндерің шиедей. Кім қыз ол? Аты кім? Жоқ, әзірге қызым жоқ. Бірақ ертең универде қыздармен танысам ғой. Мүмкін бір қызға ғашық болып қалармын. Оның көздері қарақаттай, сөздері балдай екен қайдан білесің? Адам деген бірінші қызбен танысу olur ғой. Содан соң оның ерекшелігіне, түр сипатына қарап өлең шығарады. Ендеше өзің ойлап қара. Мен қарақат сенің көздерің, балдай тәтті сөздерің деп өзімнің ойымда жүрген қызды суреттедім. Егер мен бір қызға ғашық болып қалсам, демек оның түр сипаты сондай болып керек деген сөз ғой. Ал сен суреттегендей болмай шықсашы. Мен суреттегендей болмаса, мен ол қызға қалай ғашық боламын? Не айтып кеттің? Осы маған сөздері, көздері деген ұйқастар ұнамайды. Осы бір өлең жазса, осындай сөздерді неге тастамайды? Жігіттер, уақыт болды, шығайық. Мен сендерді күнде қонақ қылмайтын шығармын. Жиналып ақшасын төлейік. Мен тиындарым қайда кеткен? Бір өлең шығарып жібересің бе? Күдікті сенің көздерің, өтірік айтқан сөздерің. Қой, тастаңдар. Кім екен? Айтып тұрмын ғой, әзірге белгісіз. Бірақ жақын арада белгілі болатын шығар. Жақын арада дегенің неше күн? Неше күн емес? Біреулер жылдар бойы іздеп шақтап жатыр. Сен болсаң бір ай, ең болмаса неше апта деп сұрасайшы. Жоқ, енді апталап, айлап іздейтін бұл үлкен бұл ауыр қылмыс емес қой. Қылмыс? Сенің басың жасай ма? Досым, сенің алдында бір ұсақ адам сияқты болып көрініп отырған шығармын. Бірақ бұл бір апталық өмірімді шешетін сұрақ. Бір апта? Мәссаған. Мен өзіме өмір бойы серік болатын қыз іздеп жүрмін. Бір апта жүретін қызға көзің, сөзің деп өлең жазбас едім. Сен қыз туралы айтып отырсың ба? Жоғалған 1000 теңгемді ойлап отырмын мен. Бәсе, не айтып отыр деймін? Сонымен кім деп ойлайсың? Кім екенін білмедім. Бірақ бұйырса табам. Сөз бересің ба? Әрине. Жарайсың. Азаматсың. Жақсылық жасау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тұра тұр. Сен ақша туралы айтып отырсың ба? Иә. Өй. Кешірші досым. Жүрегің тулап, махаббаттан басың айналып жүрген кезде қайдағы жоқ 1000 теңгемді айтып. Босқа мазаңды алдым ау. Қой, жоқ. Бәрі ойдағыдай. Шынымен кім екен? Қыз деген иман жүзді, артық қылығы жоқ, мінез көркіне сай болу керек қой. Таныс қыздардың ішінде дұрыс емес біреу бар деп ойлайсың ба? Сол ұрлап кетті деп күдіктеніп отырсың ба? Тоқташы, сен не айтып отырсың?
Мен сенің ақшаң туралы айтып отырмын. Ал сен не айтып отырсың? Ей, мен сенің өмірлік серігіңді айтып отырмын. Ойбай, не болды? Тағы да инстаграмыңды өшіріп алып, саусақтарыңды жеп қойған жоқсың ба? Ой, қойшы. Әзілдесетін көңіл күйім жоқ. Ауырып барады. Не болды енді? Айтшы, Айсем. Киімдерімді өтектейін деп едім. Өтек бұзылып қапты. Өзім жөндеп көрейін деп едім. Бір саусағымды қанатып алдым. Бір саусағым майысып қалды. Ал бір саусағым тоққа тиіп кетті. Инстаграмда лайк басатын саусақты қалмапты ғой. Өтке қойсаншы енді. Жарай, қойдым. Тек қуанышым қойныма сыймай тұрған-ай. Сонда мен жыласам, сен қуанышты боласың ба? Әсем, жаным-ау, әрине. Енді сен түні бойы түнгі болып та қаңғымайсың. Таңнан кешке дейін шаршап ұйықтамайсың. Бізбен бірігіп қара шәй ішетін боласың. Қыздар, қалай болғанда да үтікті жөндеу керек. Сендер Әсем қасында отырыңдар, ал мен жігіттерден көмек сұрап айтайын. Айтпақшы, қол ашықтың жол ашық дегендей, жөндеп берген адамға азғантай ақша жинап берейік. Ал мен Әсемнің саусақтарын емдейтін дәрі-дәрмек алып келейін. Қыздар, мүмкін жедел жәрдем шақырармыз, а? Біз саған жедел жәрдемді клубтан жатақханаға тегін жету үшін шақыр десек, ал сен болсаң жатақханадан клубқа жету үшін шақырмақсың ба? Ерке, қазір бар ғой, бетіңді тырнап алам. Бірде-бір саусақтарың сау емес. Қалай тырнайсың? Бәшбайларыммен тырнайым. Сен ана үтікті башбайларыңның тырнағымен жөндеуің керек еді. Ой, қыздар, мен ешқайда да бармайтын болдым. Сендерді оңаша тастасам, сендердің төбелесетін түрлерің бар. Дұрыс айтасың. Әсемнің қолдары неге ұқсайды десем, жаңа есіме түсіп отыр. Боксшылар жекпе-жекке шыққанда қолғаптарының ішінен қолдарын дәл осылай орап алады ғой. Әлде сен бірден қолбақ киіп алғансың ба? Төреші болуға дайындала бер. Қазір мен мына қыздың шашы жұлам. Ту, Әсем, ренжімеші енді. Мен жай ғана қалжыңдағаным ғой. Сенің көңіл күйіңді көтерейін дегенім ғой. Болды, кешірші енді. Әсем, осы сен жұлдыз жорамалыңа қандай едің? Су қойғыш. Мен шаян деп ойласам. Неге? Себебі сенің қолдарың шаянның қысқыштар сияқты. Бірінші мәселе кім екен? Немесе ұры кім? Екінші мәселе қай жерде жоғалды екен? Жоқ, жоғалды емес. Қай жерде ұрланды екен?
жеңіс ұрладым екен. Бірақ бұл қай уақытта ұрлап үлгереді дейсің? Таң атқаннан кешке дейін темір көтеруден қолы босамайды. Қарапайым адамдар тәулігіне 8 сағат ұйықтайды. Спортшылар 9 сағаттан артық тынығады. Ал спортпен жиі шұғылданатындар 15 сағаттан артық ұйықтаулары қажет. Мен бос уақытында ұйықтаймын. Ендеше мына циклоп спортпен жиі шұғылданатын болды ғой. Әлде осы мейрам ұрлады ма екен? Маған көк тиын да керек емес. Егер ақша қажет болса, сен өзі қолыңмен әкеліп бересің. Кешіресіз, түсінікті. Мүмкін Рамазан шығар. Мен сенен мұндайды күтпеймін. Сен қалай мені ұры деп ойлайсың? Мен сенің досың емеспін бе? Кешір, Рамазан. Мақсат, Рамазан неге жылап жатыр? Жұлдыз, сен мұнда не істеп жүрсің? Не істеп жүрген ес? Тұр, қазір сабақ басталады. Тұр, ұйқыңды аш. Кім ұрлады екен? Әлде асханада жоғалды ма екен? Мейрам екен? Мүмкін емес. Әлде Рамазан ба екен? Жоқ, ол мен досым ғой. Мүмкін жеңіс шығар. Ол да менің досым. Ал Мейрам менің досым емес. Кеше ғана таныстық. Әлде... Илон Маск алғаш болып ғарышқа автокөлік ұшырды. Білесіңдер ме, сол үшін Илон Маск қанша қаражатты жұмсады? 10 теңге. Кешіріңіз. Қыздар, танысып қойыңыздар. Мейрам. Сәлем. Біздің өтегімізді жөндеп береді. Мейрам, төрлетіңіз. Саламатсыз ба? Қолыңызға не болған? Өзім жөндеп көрем ба деп ем. Мен сізді бокспен айналысады десем. Кешірерсіз, Мейрам. Мейрам, бүгін әсеммен жекпе-жекке шығуға менің кезегім. Сондықтан сіз мына үтікпен алса тұрыңыз. Жарайды. Жалпы келесі жекпе-жекті қашанға жоспарлап отырсыз? Мен сізбен шаршы алаңға шығуға дайын деген. Мүмкін бірінші раундта жеңіліп қалармын. Мүмкін жеңіп те кетермін. Оның барлығы сіздің тәжірибеңізге байланысты. Мен сізбен жақын арада болған жекпе-жектен жеңіліп қалған секілдім. Немене? Үтігіңіз дайын. Мүмкін енді номеріңізді берерсіз. Жоқ. Сіздің жасаған жақсылығыңыз үшін біз азды кем ақша бергенді жөн көрдік. Рахмет. Ондай болса, атықты басқа адамға жөндетіп аларсыз.
Ал сізбен жақын арада шаршы алаңда кездесеміз деп ойлаймын. Жазылып кетіңіз. Рахмет. Не дейді мынау? Не дейді? Ай, Төбелесек дейді. Люба, утек жөндейтін дұрыс адам таппадың ба? қайдан білейін, кешіріңіздер. Қыздар, артық кетпеңдерші. Мен көрдім ғой, жөндеді. Мынаған не болған? Тағы да тоғырдау дейм. Люба, жүрші екеуміз тағы шақырып келек. Қой. 380 вольтпен соққан сияқты ғой. Шынымен де жедел жәрдем шақыру керек. Жігіттер, мені дұрыс түсініңдер. Мен сендер туралы ешқандай жаман ой ойламаймын. Бәрі дұрыс. Өздерің білесіңдер, ақша қолдың кірі ғой. Шынында да қолдың кірі кезіп кетті. Сен біздің тамақ ішетін жерді монша қылып жібердің ғой. Айтатын әңгіме болса нақты айтшыш. Жақсы, кешіріңдер. Айтарым бар. Біздің арамызда егеу құйрық пайда болды. Егеу немене? Құйрық. Ұры пайда болды арамызда. Ол ұрыны дәл қазір біз таппасақ, бізге ертең қиын болады. Отыр. Сен ақшаңды кім ұрлаған қазір анықтаймыз. Жеңіс. Рамазан. Және Мақсат. Психологиялық әдіс арқылы қылмыстық істің шешімін табу. Мен сендерге бірінші сұрақ қоям. Сендердің жауаптарынан қылмыскердің кім екенін білеміз. Сонымен, мұқият тыңдаңдар. Бірінші сұрақ. Жоғалған затты кім соңғы рет көрді? Ақшаны ма? 1000 теңгені? Иә. Мен? Екінші сұрақ. Жоғалған заттың көлемін немесе түрі түсі қандай екенін кім біледі? Бәрі біледі ғой, 1000 теңге екенін. Соны айтам. Сары, қағаз ақша. Келесі сұрақ. Заттың жоғалғанын ең алғаш болып кім білді? Өзі айтты ғой. Иә. Мақсат айтпағанда білмейтін едік. Жарайды. Тағы да бір сұрақ. Осы іс қозғалған сәттен бастап кім ашу, ыза, мазасыздық танытты? Мәке, нақты іске көшейікші. Біз былай отыра берсек, ұрынында ақшаны да таппаймыз. Сонымен, психологиялық әдістің нәтижесі бойынша қылмыскер ол Мақсат. Браво, Мәке. Ах, оңбаған Мақсат. Ақшаны неге аласың? Кешіріңіз, екінші рет қайталамайым. Ешқандай кешірім жоқ. Сенің осы ісің үшін жаза қолданамыз. Қандай жаза? Сен бүгін жатақханаға қонбайсың. Таппадыңдар ма? Иә. Өкінішке орай. Таппады. Ей, қыз өтекті емес. Алдымен мына сені жөндеу керек. Сол.
жөндейтін адам кетіп қалып тұр ғой. Қыздар, ешкімге жалынбай-ақ өзіміз ақша жинап жаңа өтек сатып алайық. Кешірім сұрайын, кіруге бола ма? Әрине, кіріңіз. Немене төбелесуге келдің ба? Жоқ, сізге өтек жөндейтін адам тауып алдым. Қазір. Анар, 419 бөлмеңіз. Кел шешім. Кел сөзін айтам. Қазір келетін жігітке мынаны және де ана 1000 теңгені бере салсаңыз. Ал сізбен жақын арада шаршалғанда кездесеміз деп ойлаймын. Иә, кездесесіңдер. Алдымен мына байғұс ауруына сауығып алсыншы. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыз. Шашын жұлып қолына беретінде шашы да жоқ қасқаның. Ерке, неге ашуландың? Ол саған соншама не істеп қойды? Сен аузыңды жапшы. Көрінгенге көрсіле беретінді қоймасақ, мына өтекті өзім жөндейінді бетіңе басып алам. Қыздар, болды, қойындаршы енді. Тағы да не болды? Кешіріңіздер, Мейрам шақырып еді. Мақсат, сен бе өтек жөндейтін? А? Жаңа Мейрам өтек жөндейтін адам шақырамыз деп еді ғой. Білмеймін, маған тек кел дегесін келді. Жөндеу керек болса жөндейік, әкеңіз. Мынау сізге. Қолды бір гүлісін ғана беріңіз ба? Мына өтек па? Бәсе, бүгін сабақта жұлдыздың көйлегі неге қыртыс десем? Сөйтсем өтектеріңіз бұзылып қойған екен ғой. Мақсат. О, мінекей дайын. О, рахмет, Мақсат. Жақсы. Бұл көмегің үшін. Қой, жоқ, керек емес. Алмасаң ренжиміз. Көмек үшін ақша алатын болсақ, несіне жігіт болып жүрміз? Ақша деген қолдың... Жарайды, жақсы. Тым жақсы жігіт екен. Сондай сүйкімдақ. Аха, шебер екен. Қай салдың ба? Командаға қайсын салдың? Салған жоқсың ба? Қазір. Мен саған көмектессем. 1000 теңге парт бересің ба? Болды, онда былай істейміз. Қазір қара, Реал мықты команда. Аяқтауына 2-ақ минутта қалды. 0-0, тез. Сал. Реал мықты команда ұтады. Реал ұтады деймін. Бол, Реал ұтады. Реалға салдың ғой. Дұрыс. Міне, ойынның соңғы минуты өтуде Реал командасы шабуылға шықты. Галет Бейлдің Бенземаға шығарған пасы, бірақ саяқшы Мағалидовқа бірінші болып жетті. Енді Ақтөбенің қарымта шабуылы Бартат Каиров доппенен Пенселиге пас, Пенсели айбалаға допты көтерді. Абат Айымбетов, және гол! Ақтөбе чемпион! Ай, сауғыш бауырым! Ешкім күтпеген нәтиже, ешкім сенбеген нәтиже. Ақтөбе ойыншылары нағыз ерлік көрсетті. Зейнет Елсидан өз көзіне өзі сенер емес. Бас ұстап бұлай өңінбе әлі түсінбе деп тұрған секілді.
адамдар сағатына кешіріңіз тәулігіне ал спортпен жиі қолданатындар шұғылданатындар 15 сағаттан. Стоп, мен сен досың емеспін бе? Кешір. Мақсат, неге жылап жатсың? Мен ғой Жұлдыз. Жұлдыз, ты же меня так представляешь во сне. Пускай вот здесь ты, как стоял. Вот она же игра. Чуть-чуть дальше, и все. Но ты почувствуй. Мирон должен почувствовать это, чтобы он... Вот здесь вот шаг, здесь вот видишь, пробегает.